Қуыршақ екінші бөлім. Кейін айымды нағашы жұрты алып кетті. Сыр елінен туыстары іздеп келгенде қуанып еді. Ауылдан кетерде біртүрлі көңілсіз күй кешті. Туған жерін кім қиып кетсін? 2 сағат жалғыз өзі анасын бейдімен қоштасты. Ауыл тұрғындарымен қоштасарда жыламады. Сағынып жүретінін жеткізді. Ал анама жымиған қалпымен қуыршақтарыңыз үшін алғысым шексіз, деді. Айым мінген көлік қозғалғанда ауылдың балалары қимай ұзақ жолға дейін шығарып салдық. Ауылдан кеткен соң айым уәдесінде тұрды. Жиі хат жолдады. Сәлем хат, көңілім шат, гүлденген әлем, айымнан сәлем деп басталатын хаттарда үнемі әжесінің көп қуыршақ алып беретінін жазатын. Кейін байланыс үзілді. Біз қалаға көштік. Айымға жаңа мекенжайды жазып ем, жауап болмады. Кейін сұрастыра келе досымның әжесінен айырылғанын, нағашы жеңге тепкісінде болып түрлі жұмыстар жасап, кейін жезөкшелікке салынғанын естідік. Досымды жаманатқа қимадым. Бәлкім қанқу сөздің бірі болар, ел айта береді ғой. Бірде туыс ағамның түнгі қаланы тамашалау үшін көшеге шықтым. Бір көшенің бұрылысынан тәнін сатып тұрған топ қыздарды көрдім. Бір түрлі жиіркенішті. Шетелде жезөкшелікті мамандық дейтін көрінеді. Ал бұл қазақтың қыздарына жараса ма? Терезе жақтауына сүйеніп ойланып отырем, көп қыздардың ортасынан айымды танып қалдым. Иә, кәдімгі айым. Қосылған қара қасы, қыр мұрыны, еш өзгеріс жоқ. Өзінен әлде қайда ірі орыс қыздарымен керісіп тұр екен. Көке, тоқтатыңызшы, деймін көлікті. Көкем түсінбей қалды. Қараңызшы, анау біздің айым ғой. Алып кетейікші, қазір ана қызы ұрып тастайды. Көкем көліктен жүгіре шықты. Қыздар жақ болып төбелесуге кірісті. Көкемді тыңдар емес. Қулық жасауға тура келді. Көкем қыздарды саудалауға кірісті. Айымды жетектеп көлікке әкелді. Қысқа көйлек киген айым машинаға отыра сала маған тиісті. Жаныңда үріп ауызға салғандай қуыршақ қыз отыр ғой. Мені неге құмарттың, жігітім? Әлде мына бикеш? Көкем жөткірініп алды да, бұл қыз менің қарындасым, деді. Охо, саусағын шошайтты. Сонда біздің әрекетімізді қарындасың қарап тұра ма? Ха, күлкісі қандай сүйкімсіз еді. Айымға тіке қарадым. Бәлкім таныр деп. Жоқ, олай болмады. Немене, ағаңа жаның ашып кетті ме? Әлде сенде? Әрі қарай тыңдай алмадым. Сөзін бөліп жібердім. Айым, қалай өзгеріп кеткенсің? Жылап жібердім. Шылым тұтатқышты болған айым абдырап қалды. Ағам көлікті тоқтатты. Барлық жайды айтып жатырмын. Айым сол кезде бірақ таныды. Еріксіз көзіне жас келді. Қазіргі әрекетіне өкініп, менен кешірім сұрауға кірісті. Біз айымды қояр да қоймай пәтерімізге көшіріп алдық. 2 ғана чемоданы бар екен. Бірінде киім-кешегі, енді бірінде толған қуыршақ. Көкем айымды жұмысқа тұрғызатынын айтты. Бірақ айым үйірінен ұзай алмады. 1 айдан соң тілімдей қағазға былай деп хат жазып, үйден кетіп қалыпты. Қуыршақ қыз, біз бір-бірімізді осылай айтатынбыз. Қасқырда қанша бақсан да орманға қарай ұлиды. Мені тәрбиелеймін деп талпынба, төсек менің өмірім.
өзі хабарласып тұратынын және жазыпты. Ұялы телефон номерін жазуды да ұмыт қалдырмаған. Біз ара гідік сөйлесіп тұрдық, бірақ кездесе алмадық. Айымның қызметінен қолы босамайды. Соңғы тілдескенімізде ол өмірге риза еместігін айтты. Айым өз-өзіне келе алмады. Дәрігерлер оны жындыханаға жатқызды. Іздеп барып ем, ол мені танымады. Қуыршағымды алып кетуге келдің деп мазасызданады. Алдап жанына отырып арнайы сатып алған қуыршағымды бердім. Бала сияқты мәз болды. Келесі келерде Барби сатып әкеліп берші, я, деді. Оны қайтесің дедім. Фигурасы ұнайды. Бір қарағанда мен сияқты, тек жігітсіз жүргені қиын. Айым қуыршақта жігіт болмайды. Бүгінгі дәріңді іштің бе? Неге жігіт болмайды? Болады. Сендер көре алмайсыңдар, сосын оларды жалғыз салайсыңдар. Мына қуыршақтардың барлығы күнде менімен сырласады. Ол бас жағындағы жиылып тұрған қуыршақтарды көрсетті. Аяп кеттім. Айымға үйге кететінімді айтып ем, мені қатты құшақтады да қуыршақтарды орау үшін ұзын мата әкеліп беруімді өтінді. Болмайды деп ем, дәрігерлер сені таниды ғой, деді көңілі түсіп. Бүгін тағы жаңбыр жауды. Айым жауын астында жалғыз отыр екен. Жауырылып қаласың ғой дегенімде тауыз ауа жұтып отырғанымды айтты. Әдемін бе, деді. Әрине. Шашымды қиып отырмын. Қайшысын көрсетті. Дереу шашын қидырмаудың әрекетін жасап, оны алаңдаттыруға көштім. Шашынды қима, қыздың көркі шаш. Ауруханадан шыққан соң шаштаразға алып барам. Ондағы кәсіби мамандар шашынды әдемілеп қиып береді. Айым қуанып кетті де, лезде көңіл күйін өзгертті. Мен бүгін қуыршақтардың үлкендерін жерледім. Шошып кеттім. Неге екенін білесің бе? Иығыма қолын салып, өйткені олар қартайды. Өмір оларды жылата береді. Сосын күнде олар өлсе екен деп дұға жасадым. Айым, сен бүгін дәріңді іштің бе? Жоқ. Неге? Ащы ішкім келмейді. Бұлай болмайды, айым. Дәріңді уақытты ішіп жүр. Саған емделу керек. Менің тәнім де, жаным да жаралы қуыршақ қыз, деді. Ол мені есіне түсірді. Орнымнан қалай тұрғанымды білмей, оны жалма-жан құшақтай алдым. Айым, айттым ғой, сен мені қатты шошытып едің, бірақ сен жазыласың, деп қатты құшақтадым. Ол салқын ғана басын изеді, қуанбады. Екеуміз палатаға келдік. Керуеттің әр жеріне қуыршақтардың шашынан байлап тастапты. Мыналарды көрдің бе? Деді қабағын түйіп. Бұларды неге байладың? Барбилерді жақсы көруші едің ғой. Жақсы көргенмін. Олар түнде көшеде тәндерін сатады екен. Масқара ғой бұл. Сосын ашуланып, керуетке асып өлтірдім. Алдымен қуыршақтардан кейін өзім. Айымның осы сөзін ары қарай тыңдай алмадым. Қасында жататын науқастар жанымызда жинала бастады. Бәрі қарқылдап күлді, бірі жылады, бірі дұға жасады. Бойымнан қорқыныш биледі. Үнсіз шығып бара жатыр ем, ол мені тоқтатып, бала кезінде анам алып берген қуыршақты ұстатты. Осы қуыршақтар қана ақылды. Сен сақтап қойшы, кейін алам, деді көзі жасаурап. Айым, сен мұнан да ауыр жүкті көтерген батыл қызсың. Тездетіп жазылуың керек, дедім жылап. Ол жыламсырап басын изеді. Жалғасы бар.